Сәлеметсіздер ме баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жедел гастрит туралы айтқым келеді. Жедел гастрит, стресс, стероидті емес қабынуға қарсы дәрілер деп аталатын ауырсынуды басатын дәрілер. Helicobacter pylori инфекциясы арқылы пайда болады. Және мен осы Helicobacter pylori инфекциясына ерекше назар аударғым келеді. Бұл не? Бұл Helicobacter pylori деп аталатын бактериядан туындаған инфекция. Бұл адамнан адамға жақын байланыс арқылы сілекей, нәжіс, ластанған тамақ пен су арқылы және дұрыс жуылмаған бактериялармен ластанған ыдыстар арқылы таралуы мүмкін. Қауіп факторлары тығыз орналасқан аймақтар, немесе гигиеналық емес, су көздері, немесе нашар, кәріз жүйесі болып табылады. Сондықтан бұл әдетте дамушы елдерде байқалады. Helicobacter pylori инфекциясымен ауырған науқастар бізге асқазан ауруымен, яғни эпигастральды ауырсынумен, құсу, жүрек айну, тәбеттің жоғалуы, қыжыл, немесе салмақ жоғалту белгілерімен келеді. Helicobacter pylori инфекциясын диагностикалау үшін эндоскопиялық және эндоскопиялық емес негіздегі әртүрлі тесттер бар. Инфекция расталған кезде біз науқастарға әдетте 2 аптаға берілетін емдеу курсын толық аяқтауды ұсынамыз. Олар анти-Helicobacter pylori жиынтықтары ретінде келеді. Медициналық терминдермен айтқанда бізде висмут негізіндегі 4 тип терапия, кларитромицин негізіндегі 3 тип терапия, левофлоксацин негізіндегі 3 тип терапия және тағы басқалары бар. Бұл терапияларда ортақ бір элемент ТПА. ТПА бұл протондық сорғы ингибиторы. Біз жиынтығы ретінде келетін басқа антибиотиктермен бірге рабепразол немесе эзомепразол деп аталатын жаңа буын дәрілерін ұсынамыз. Мен ерекше атап өткім келетіні, емдеуші дәрігеріңіз берген терапия курсын толық аяқтаңыз. Терапия әдетте 2 аптаға беріледі. Симптоматикалық емдеу болса да, дәрілерді аралықта тоқтатпаңыз және терапияны толық аяқтаңыз, себебі Helicobacter pylori инфекциясының қауіп факторларының бірі немесе асқынуларының бірі асқазан рагы. Біз әдетте гастрит, жараларын көреміз, бірақ егер ол шектен шықса, асқазан рагына келуі мүмкін. Оны тиісті емдеу арқылы алдын алуға болады. Рахмет.